Баршаңызға ассалам алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жұмсақ болып шығатын өте оңай пломбир тортын дайындайтын боламыз. Бұл торттың креміне қайнатпалы кремді қолдансаңыздар болады, немесе кілегей қосылған да крем қолдануға болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші корждарын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды саламыз, бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды саламыз, және де бір банка қойылтылған сүт, яғни сгущенкамызды құямыз. Мен Три желания фирмасын қолданып жатырмын. Одан кейін жақсылап тұрып миксеріміздің көмегімен миксерлеп аламыз. Барлық қоспаларымыз біркелкі масса болғанға дейін миксерлейміз. Одан кейін біз үстіне құрақ қоспаларымызды қосамыз. Алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды қосамыз, какаомызды да електен өткізіп қосып аламыз. Одан кейін біз жарты ас қасық құпсытқыш, яғни разрыхитель қосамыз. Енді қайтадан сол барлық қоспамызды миксерлеп аламыз. Міне менде осындай қоюлықта масса пайда болды. Қоюда емес, сұйықта емес, осындай масса болуы керек сіздер деді. Енді қазір корждарын пісіруге кірісеміз. Мен тортты 22 сантиметрлік диаметрмен жасайтын боламын. Осындай пергамент қағазын төсеп, кальцомды қойып, осылайынан қаламен сызып алдым, немесе қарындашпен салсаңыздар да болады. Міне осылайынан сызық істеп аласыздар. Тура осылай 6 данасын алдын ала дайындап алдым. Енді біз осыған 2,5-3 қасықтай шамамен сұйықтығымызды құямыз, массамызды, яғни одан кейін қасықпен осылайынан тегістеп шығамыз. Сызып алған сызығымыздан сәл асыңқырап жайып шықсақ болады, себебі қазір бізде корж піскенде коржымыз сәл кішіреюі мүмкін. Сондықтан кішкене шетіне шығарып істей беріңіздер. Массаны біркелкі қылып бөліп, осылайынан 6 корж шығатындай жайып шықтым. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 4-5 минуттай пісіреміз. Сол уақыт бізге жеткілікті, себебі корждарымыз өте тез піседі. Корждарымыз піскенге дейін крем дайындаймыз, сливки құямыз 33%. Одан кейін жақсылап тұрып миксермен қоюланға дейін миксерлейміз. Қатты қоюландырып керек емес. Қазір сіздерге қандай қоюлыққа болғанға дейін миксерлейтінді көрсетемін. Міне бізде осындай қоюлық болғанға дейін миксерлесеңіздер жеткілікті болады. Енді үстіне мен қайнатпалы крем қосамын. Қайнатпалы кремді алдын ала дайындап алдым. Бөлме температурасында салқындатып алдым. Аз бөліктен қосып, миксерлеп, сөйтіп кремімізді миксерлейміз. Бірден барлығын қоспайсыздар, және де қайнатпалы креміміз бөлме температурасындағы салқындаған болуы керек міндетті түрде. Әйтпесе креміміз іріп кетуі мүмкін. Бұл тортқа тек қана осы кремді емес, басқаша тек қана қайнатпалы кремді қолдансаңыздар да болады. Қайнатпалы кремнің жасалу жолын мен төменде описание бөліміне ссылкасын қалдырып кететін боламын. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірістіреміз. Бисквитті мен суытып алдым. Енді қазір біркелкі болу үшін осыны кальциямен басып, артық жерлерін, шеттерін алып тастаймын. Ол шеттерін біз қазір тортты әсемдеуге қолданатын боламыз. Тура осылайынан барлық корждарды біркелкі форма етіп жасаймыз. Тортымызды жинауға кірісеміз. Ең астына корж саламыз, одан кейін шамамен 2-3 қасықтай крем құямыз, жағамыз, қайтадан корж, солайынан тура осылайынан кезек-кезек 6 коржымыздың барлығын жинастырып шығамыз. Енді тортымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағат қойып қоямыз. 3-4 сағат уақытымыз өткеннен кейін әсемдеуге кіріссек болады. Мен корждардың шетінен қалған ұнтақтарын ұнтақтап алдым. Қазір үстіңгі бөлігіне солай сеуіп шығамын. Шеттерін ештеңеге жақпаймын. Одан кейін үстіне киви және де шоколад қойып әсемдейтін боламын. Әсемдеуді өздеріңіздің қалауларыңызша қалай ұнайды, солайынан үйдегі бар заттармен әсемдей берсеңіздер болады. Бізде осы пломбир торты өте жұп-жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, пышақпен кескенде де көрініп тұр. Өте нәзік, жұп-жұмсақ, ерекше дәмді және де өте оңай жасалатын торттардың бірі. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа видео рецепті ең бірінші болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше, ассалам алейкум.